Еркеназ бен Арука. Шаға сәлем достар. Бүгін бізде Еркеназда мектепте алғашқы рет іс-шара болайын деп жатыр. Еркеназда әліппемен қоштасу болып жатыр. Мен де асығып келе жатырмын қазір, міне тәттілерін алып алдым, кішкене жүрек жалғап алсын деп. Бірінші сынып, как-никак бірінші іс-шарасы әліппемен қоштасуы. Ал видеоның соңына дейін тамашалайық, қызық болайын деп тұр. Еркеназ шығып жатыр өзінің сыныптастарымен. Көз салып қараңызшы бойымызға, ортақ боп бүгінгі өскен ойымызға. Қош келіпсіз, ұстаздар, ата-аналар, әліппемен қоштасу кешімізге. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар. Қош сүйікті әліппем атты мерекемізді бастауға рұқсат етіңіздер. Бірінші З сынып оқушыларын құттықтау сөз кезегін мектеп директоры Майрамов Бексұлтанға береміз. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, құрметті бүлдіршіндер. Бүгін рахмет саған әліппе атты балаларыңыздың алғашқы шығармашылық кеші құтты болсын. Осыдан 4 ай бұрын осы мектептің табалдырығын тардай болып аттаған балаларыңыздың бүгін алғашқы жеткен үлкен жетістігімен сіздерді тағы да құттықтаймын. Осы балаларға қолдарына қалам ұстатып, икемге кетіріп, алғашқы әліппесін ұстатып, 42 әріпті танытқан Индира Айтбек қызына да үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздер үйдегі Дегенім вокзал, кісі толған көп зал, келіп қалса пойыз, вокзалдан тез қозғал. Г дегенім гүлім, көрдің неше түрін, гүлмен бірге сені, күлім дейді күнін. Ғ дегенім ғаш, айтылу малс, қазақ ұшпап, ғаш бізге тас. Д деген дәптер тұла ақтыл, ұстазы жазып, 4-5 әбдел. Рахмет балалар. Ендігі кезекті әліппеге берсек. Оқығандар үшін диплом беріп жатыр. Алғашқы белесін табысты бағындырғаны үшін Қуандық Айназ марапатталады. Жамбул Силсабин марапатталады. Ғабиден Айым марапатталады. Бақытжан қызы Ясин апайына осындай сыйлық жасап жатыр.
шара керемет өтіп жатыр. Достар, бізде бітті әліппемен поштасы. Еркенізге осындай диплом берді жақсы оқығаны үшін. 2 диплом болды менде. 2 диплом болды. Я өткенде олимпиадаға қатысқан, содан алды. Сосын осындай әліппе деген мынаның ішіне, короче, шоколад салып берген. Иә? Шоколад? Иә, мынаның ішінде шоколад. Шоколад деп жазып тұрмайды. Жоқ, жазылып тұрған жоқ, бірақ ішінде шоколад бар, мен точно білемін. Қалай, саған ұнады ма? Сонша дайындалып, бірақ тез бітіп қалды, иә? Так, қазір киініп сыртқа шығамыз. Так, бұл біздің Еркеназның шкафчигі. Етігің қайда? Етігі. Туфлиңді қалдырып кетейін, иә? Ал достар, біз іс шарамызды аяқтап шықтық. Еркеназ шаршап қалды, таңертеңнен бері жүрмін деп. Сонымен осындай качеляда жатыр. Адамдар көрсе түсінбейтін жана не істеп жатыр сыртта деп, иә, Еркеназ? Қалай, апайларың күшті дайындап берсіңдер де, Иә. 15 күн болды осы дайындалып бізге. Иә, молодец, күшті өткізді. Ұнады маған дайындалғандарың, өнерлерін көрсеткендерің. Әліппеге рахмет, иә, сендерді. Иә, Ясина дейтін досым бар ғой, билейді ғой, иә. Иә, күшті билейді екен, Ясина, иә. Молодец, басқа қыздар да жақсы билейді екен. Айназ дейтін досым бар ғой, оған таппақ айтатын еді да, бірақ апай былай айтқан ғой, үшеуін де соны таппақ айтты, содан кейін би биледі, үшеуін де. Молодец. Негіз бір өйден істеу керек та. Ештеңе қылмайды, қызым. Иә. Жақсы болды. Негіз таппақты өйленіп атқан ол, содан кейін екіншіде, былай айтты да, екінші күнде бар ғой. Айназ сенде бар ғой, билейсің деп айтты да, содан бар ғой, ол да биліп кетті. Иә, қойдыр билей берсін, молодец. Маған ұнады, наоборот, күшті өтті. Барлығын прям ұйымдастырғандарың да ұнады маған. Ал енді демаламыз. Еркеназ үйге қайтқысы жоқ, достар. Осылай отыра берем дейді сыртта. Иә. Даже сынаумен жүрмін, колготкамен. Иә, колготкамен жүр, тоңбайын деп қояды. Жаным, машин. Вақыт болды. Ал достар, біз үйге келіп қалдық. Еркеназ шоколадын алып бөліп беріп жатыр бізге тәттілерін. Жаңа вафлиін де бөліп жеп алдық. Енді мынаусын бөліп бергісі келіп тұр қыздарға. Апайы сыйлаған шоколад. Жалпы достар, бізде күшті болды бүгінгі күніміз, өзімізге ұнады, иә. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Пока-пока барлығына.